Әкем марқұм 30 жылдық еңбек тәжірибесі бар мықты малдәрігер маман болды да. Бір жиналыстан шықты, қатты ашулы, қасындағы әріптестерді мәке ашуланба, сабыр ет деп жүрді. Сұраймын ғой, тәте не болды деп едім. Министрліктен бұйрық келіпті дейді. Ақпан айының ортасында 100 ботадан қан алынып тапсырылу керек деп айтты дейді. Қандай ақымақ адам бұл бұйрық шығарып отқан. Ақпанда түйе төлдегенді кім көрді дейді. Жарайды, жақсы, осынша түйе төлдей қойды дейді. 4 түлік малдың ішіндегі ең әлсізі бота. Ол ботаның мал болып кетуі үшін оның иесі саған оны көрсетпек түгілі жанына да жолатпайды, қорасының маңына да барғызбайды. Ол күн күркіреп, жаңбыр жауып болғаннан кейін барып шұбатын біреуге береді. Ал енді мыналар сол ботаны іздеп 100-ге жеткізе алмай дал болып жүр. Осы надандар шаршатты деді. Есіңде болсын балам, маман өзінің орнына отырмайынша адамдар қасірет шеге береді дейді. Сөйтіп үмбетей жырау айтады ғой. Бай болмаған бай болса, жайланбаған сай қалмас. Би болмаған би болса, айтылмаған сөз қалмас. Хан болмаған хан болса, қаналмаған ел қалмас дейді. Яғни мұрнына мамандығының иісі бармайтын адам сол билікке баратын болса, қара халықтың қасірет шегуі сол. Сөйтіп айтып біледі де, баласын бақтаған бас жаман, қатын мақтаған жас жаман. Алыстағы дұшпаннан аңдып жүрген дос жаман дейді. Енді дұшпан енді көрініп тұрады ғой. Ал жанында жүріп сенің қисайып кеткеніңді аңдып жүрген достан жаманы жоқ қой.